алыңдар, бәрі чистит. Ескі. Ескі. Үлкен черек бар ғой, үлкен черекті алсаңдар. Аға, бүгінгі күні мына осы өздеріңіздің поляларыңызға картоп егіп жатыр екенсіздер. Соны білейін деп едім, сіздер қай сортты егіп жатсыздар? Содан тағы да бір сұрақ, осы қазіргі шаруалар көбінесе мына шетелдік сорттарға жүгіне береді, шетелдік сортқа көп алады. Біздің отандық сорттар онша егіліп жатқан жоқ шығар. Соның не айырмашылықтары бар? Мына енді орысша айтқанда біз деген қарайтынымыз ең бірінші мына рентабельность, екіншісі вкусовые качества. Соны екеуін салыстырғанда қайсы ұтымды, қайсы дұрыс деген сондай бір сауал бар енді. Соған айтып берсеңіз аға. Дұрыс айтасыз, мынау картоптың рентабельность дедіңіз ғой, жаңа қайтымдылығы. Ол ең қайтымды культура. Бір гектарынан 40-50 тоннаға шейін өнім алуға болады. Бұл жаңа кормовой құндылығына келгенде де бұған жететін культура кемде кем. Жаңа гектарына шаққан уақытта. Мынау бізде отандық сорттарда қазір 50-ден астам сорт айналымда жүр. Ол 50-ден асқан сорт айналымға шығу үшін селекционерлер жаңағы білесіздер, табиғатта бір өсімдіктің бойына барлық жаңағы пайдалы қасиеттерін үйіп төгіп бере салмайды. Бір сорт жаңағы дәмді, екінші сорт ыстыққа шыдамды, үшінші сорт ауруға шыдамды, төртінші сорт құрғақшылыққа шыдамды. Осы сорттардың осы қасиеттерінің бәрін бір генотип дейміз, бір өсімдіктің бойына жинау үшін жаңағы селекционерлер 10-12 жыл кетеді. Сөйтіп шығарған сорттарымыздың 50 қазір айналымда жүр дедім ғой. Айналымға шығу үшін, мысалы, независимый эксперттер бар, мына госсортсет дейді. Ол госсортсетке бұлар 3 жылдай жаңағы испытание жасайды өздерінің танаптарында. Бұрынғы сорт, мысалы, бұрынғы стандартный сорттан, соның өнімділігі жағынан, басқа да жағынан, барлық параметрінен кем болмаған жағдайда ғана өндіріске шығарады. Ранировать етеді, жаңағы государственный реестр дейді, сол реестрге кіреді. Енді айтып тұрсыз, біреулер жаңағы шетелдің сорттарын жақсы көреді, әр сорттың өзінің ерекшеліктері бар. Олардың сорттары жаңағы өнімділік жағынан әрине жоғары болса, біздің сорттардың да өзінің қасиеттері бар. Дәмі жағынан, мына қазекелер біледі, дәмі жағынан өте дәмді. Содан кейін шетелдік сорттар 1-2 жылда, ары кетсе 3 жылда өнімнен шұғыл төмендетіп жібереді. Біздің сорттар осы жерде өсіп өнгеннен кейін, осы жердің табиғатына бұлай ыңғайланғаннан кейін, бұл 7-8 жылға шейін өнімін төмендетпей, бұлай айтқанда алысқа шабады сорттар. Біздің енді отандық сорттар біздің топырағымызға, ауамызға, суымызға, желімізге, күннің сәулесіне, бәрілеріне бейімделген болса. Жаңағы айттым ғой, биологиялық ерекшеліктер, әр дақылдың өзінің биологиялық ерекшеліктері болады. Соған байланысты біздің сорттардың осындай қасиеттері бар, басқа сорттарға қарағанда. Мінекей 2 сортты, мынау көбінесе мынау галаны қолданып жүр қазір Қазақстанда. Гала деген сорт. Міне гала сортын егіп отырмыз. Өзіміздің Эдем деген сортты егіп отырмыз. Екеуінің күтіп баптау, суғару айырмашылықтарының бәрі бірдей. Ал өнімді қанша беретінін өздеріңіз көресіздер, күзде айтамыз тағы да. Сонда қазір сіздер мына 2 сортты егіп эксперимент ретінде көрсетейін деп жатсыздар ғой. Бұл эксперимент ғой. Бұл бір жағынан өзіміздің отандық сорт Эдем. Бір жағынан жаңағы демонстративный участок еді ғой, көрсету үшін жасалып жатыр. Bu yerде жаңағы демполе жасаймыз, шаруа қожалықтары келеді.
Өздерінің сұрақтарын береді, оларға жауап береміз. Өздері көздерімен көреді. Сондай жағдай. Жақсы, рахмет аға. Аха. Сізге көп осындай қызықты әңгіме айтып бергеніңіз үшін осы картоп туралы. Негізі жаңа айта кеттіңіз, картоп енді біздің екінші нанымыз ғой. Иә. Бидайдан кейін нанымыз әбден үйреніп қалдық. Қазір қазақ бешбармақ асса да картопымызды Иә, салады. дұрыс айтасыз. Балаларға бір каша жасаса да картошкадан жасайды әйтеуір. Айтпаңыз. Сонымен бұл екінші нанымыз. Бұл енді өзіміздің мына отанымызға, өзіміздің елімізге, осы мына азық-түлік қауіпсіздігіне бір үлесін қосып жатқан бір бірден бірегейі. бірден бірі. Иә. Сол сізге көп рахмет, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Осы картоптың жемісін көріп, жемісін жеп, осының қызығына бірге батайық. Айтқаныңыз келсін, әмин. Рахмет сізге.